достар, бұл жерде Бикмак Ксю көптен видео болмады, сондықтан мен видео түсіріп жатырмын. Мынау мен жататын жерім, міне мен бая ақ телефонды моноподқа салып қойдым. Бірақ созған жоқпын, міне монопод созған қанша созылды ма? Міне. Міне мен отырып созғанымды қазір. Мен телефонда жатырмын. Жаңадан рэп айтамын деп лайв видео түсіремін деген. Міне. Мен қазір телефонды теріс ұстадым. Қазір суырамыз. Мен жуырда пранк видео түсіріп қалуым мүмкін. Оны телефонға мобизмді орнатқаннан кейін ВК-дан таныстар ма? Пранк. Енді пранкты мен бұрыннан ең көп ұстаған пранкты айтайын, шын мойындаймын. 2016-ның басынан әлі 2018-ге шейін ұстап кеткен пранк бұл қыздарға сөз тауып. Әрине бұған мен өте көп пранк жасадым, бірақ олардың бәрін видеоға түсірген жоқпын. Тіпті ешқайсысын осы уақытқа шейін видеоға түсірген жоқпын, даже скринді жасамаппын. Тек ішім пысқаннан өзім жазып отырамын, мен өзім ақын ретінде неше түрлі сөздер жазасын. Кейбірі тіпті сеніп қалады. Кейбірі болады мысалы. Алдамаңа санау мынау дейтіндер. Не айтам дедім тағы. Мен телефоннан ашқан каналыма бірақ видео салдым, одан кейін видео салмай кеттім. Себебі мен видео түсіргім келмейді. Өткенде бірнеше видео түсіріп монтаждағаннан кейін кішкене видеоның қызығы кетіп қалды десек те болады, бірақ мен түсіремін. Түсіріп те жатырмын даже. Қазір монопод. Енді мына мен білмеймін, ылғи шашылып жатады. Салақ боламын. Салақ бала. Мен ВК-да отырмын, міне. ВК-да отырмын. Қарап алыңыздар. Сообщениемді қарап алыңыздар. Осы адамдарға сосын жазыңыздар, кейін тауып. Жазыңыздар міндетті түрде. Қыздар Айрин дейді, Рухана дейді. Қайдан короче оқимын. Айнара дейді, Луна дейді. Интернет ұстамайды пока что. Wi-Fi сөніп тұрғанша менде может. Сөніп тұр Wi-Fi-ді байқамай сөндіріп қалыппын. Әне Wi-Fi қосылып жатыр ғой. Кб достар, сіздер жаңа сұрақ қойын деген мен жіберген стикерді қараңыздар. Сіз фигунда қайдардан ашу керек дейді. КБ деген достар, мен сұрағым бар. Араларыңызда 91 тобы, яғни Найчуанның фанаттары бар ма? Мысалы, мен бұрын фанбой болған адаммын. Мына солардың адамдардың біразы 91-ді тыңдайтын фан гирлдар мен фанбойлар, кей-попперлер, олармен жақсы араласам. Себебі мен 2016-ның октябрінен бастап 91-ді тыңдай бастадым. Бірақ уже биыл 2017-ның апрелінде 91-ге қызықпай кеттім. Қазір хейтерде, фанбойда ешкімді емесім. Бірақ екі жаққа да көзқарасым бірдей, қатты ұрысып не істемейтін адаммын. 91 неге қызық болмай қалған туралы видеоны көргіңіз келсе, комментарийға жазыңыздар, және осы видеоға 10 лайк жинасаңыздар, мен неге фанбой болғанды қойып кеткен туралы толықтай видео түсіремін, және фанбой қалай болғанды түсіремін. Ал сіздермен болған Бикмак Ксю, осымен біздің видео аяқталды. Каналға жазылып лайк басамыз. Сіздермен болған Бикмак Ксю ғой, білесіңдер ғой.